Мен Балашиха деген жерде училищеде окуйтун едим ғой баягыда. Жас кезимде да, 18 жасында ма, 19 жасында ма. В общем, жеңгемден күнүгө урушуп таяк жей бергенден кийин кетип калгам да үйдөн. Ошокто окуп, узактап жүрейин деп. Сол бир күнү каникулга келген кезде жеңгем неге келесиң деп. Вообще омут дейді ғой мына жакта үйүндө омут дейт да. Бычытымды чыгарып, теуіп, ұрып, мен оған күшім келмейтін еді, білмеймін екен, мені былай сразу ал дыханиядым тебет, демаламай жатып қалам, болсын басынан теуіп тастайтын еді. Бет аузым бәрі бычыт болып, далада жылап отқам ғой, кешке қарай қайда барам деп. Сол кезде 3 жігіт өтті да жанымыздан. Жүгіріп келді да, кім тиді сізге, кім тиді, неғып жатыр да, енді сұрап жатыр да, 3 жігіт екен. Мен айттым, жеңгем десем, таң алып тұрды. Үйге кіріп, мені заттарымды алып шығып, мені шығарып салыңдаршы Москваға дедім. Сөйтіп үйге кіріп, күтіп тұрды анау 3 жігіт. Ағамды үндеген жоқ, жеңгемді тор қарап, заттарымды жинадым да, сонымен шығып кеттім. Жол көремде жоқ еді. Сосын ана жігіттерге айттым да, пойыз азанда екен ғой, мені шығарып саласыңдар ма деп, сөйтіп шығарып салатын болды. Квартираларын апарып, әбден жыладым ғой мен. Сөйтіп жандар ашыды, тиіскен жоқ маған. Сөйтіп да таң азан менен қалталарында бар ақшаны шығарып, мен пойызға проводникпен кесіп салып жүрді да, бірақ ол билеттің ақшасынан жарты ақшасы екен да ол. Сөйтіп проводник бүйтіп қарады да, сөйтіп көнді да, кіргізіп алғаннан кейін мені бір андай последний адам сияқты көріп, мені прям ладно, мен айттым оған, тазалап бар жерді жинап барайын дедім да, бірақ ол мен сатып жатыр да, әркімге жібереді да, не жаққа бар, не жаққа бар деп. Неге олай істеп істеймін да мен. В общем, Москваға жеттім аман есен. Сол есімде қалып кеткен ғой менше. Сол жігіттің біреуі бір күнді Сарыағаштың тойына кездесіп қалды. Сөйтіп қатты қарайды да маған, бұл неге сонша қарай береді деймін да ана кісіні. Сөйтіп қасыма келіп, сіз бір жерде көргем дейді да. Мен айтамын, сіз бәрі сөйтіп айта береді деймін да, сөйтсем. Шымкентте тұрмағасын ба деп. Тұрғам дедім, сөйтсем. Сол жігіттің біреуі мен ғой дейді да. Қараса кездесіп тұрған жерімізді. Сол есіме түсіп, сол оқиға. Әбден үйге барып жыладым ғой. Өзіме келе алмай неше күн жыладым. Прям ішімде қатып тұрған нәрсе сыртқа шығып жатыр да. Қор болған кезім есіме түсіп жатыр да менше. Соның бәріне әкең кінәлі ғой дейді. Мен айттым, жоқ, ешкімді кінәлауыңыз керегі жоқ, ол менің тағдырым сондай шығар. Сондай